Сөз депутат Мұқаев Дәулет Төлеутайұлына беріледі. Рахмет, Ерлан Жаһанұлы. Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Қанат Алдабергенұлына. Жастар қоғамның қозғаушы күші, еліміздің ертеңі. Жастарға жан-жақты қолдау көрсету мемлекет міндеттерінің басым бағыттарының бірі. Жастар елдегі оқиғалардың бел ортасында жүр. Елімізде орын алған төтенше жағдайларда да төбе көрсететінде жастар, қолдаушылар да жастар. Ал бізде үкімет тарапынан жастарға тиісті деңгейде көңіл бөлініп жатыр ма? Ең басты қажеттілік баспана мәселесі де шешімін таппай отыр. Жыры басылмаған жастарға берілген жалдамалы пәтер жайында Роман Васильевичке де депутаттық сауал жолдағанмын. Жастарды тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі үкіметтің бақылауында деп қысқа қайырған еді. Содан бері 1 жыл өтті. Жастардың талап тілегін нақты шешімдер мен әрекеттер жасайды деген ниетпен қайта жолдап отырмын. Себебі жастардан толассыз хаттар келуде. 2019 жылдан бері Астана, Алматы, Шымкент қалаларында жалдамалы пәтерге орныққан жастардың саны 10 мыңға жуықтады. 2019 жылы баспана алған жастардың баспананы босатуына да аз уақыт қалды. Бүгінде мегаполистердегі жастардың далада қалу қаупі жоғары. Екінші тағы бір мәселе, жыл сайын берілу керек жалдамалы пәтерлер Алматы қаласының жастарына әлі де берілмеді. Яғни биыл берілмеді, нақты тізім нәтижесі шықпады. Жалдамалы пәтер алған жастардың қаржы жинап өз баспаналарын ала алмаудың да өзіндік себептері де бар. 2019 жылдан бері инфляция деңгейі де шарықтап, үй бағасы жылдан жылға өсті. Осыдан 5 жыл бұрын республика бойынша пәтердің орташа шаршы метрі 200 мың болса, қазір 400 мыңға жуықтады. Яғни 2 есеге дейін өсті, ал айлық олай 2 есе өспеді. Шындыққа тура қарасақ, баспанаға қаржы жинаудан қымбатшылық қыспаққа алып, күнкөріс мәселесі алдыңғы орынға шықты. Бұл бір. Екіншіден, елге жастарға арналған тиімді мемлекеттік бағдарлама жоқ. Елде тиімді бағдарламаның жоқтығынан жастар баспананы алу үшін шетел асып жұмыс істеуге мәжбүр. Келмей қалып қойып жатқаны қаншама. Бұл елімізде дарынды, талантты жастардың азаюына алып келуде. Үшіншіден, жалдамалы пәтер алған жастар өзгеде мемлекеттік бағдарламалар мен үй кезегінде тұру мүмкіндігінен айырылған. Ақшасын жинап түйіп отырған жастар басқа бағдарламаға қатыса алмаса, қалай баспаналы болмақ? Біз қарапайым еңбек адамына құрмет көрсетуіміз керек деп президентіміз айтқандай, еңбек адамның негізгі бастауы да осы жұмысшы жастар емес пе? Жұмысшы жастарға қолдау көрсетсек, осындай азаматтар ертең еліміздің дамуына зор үлес қосары сөзсіз. Жастар көшеде қалмасын десек, олардың тиімді баспаналуына жағдай жасау және кемі 10%-тік бастапқы жарнамен өздері тұрып жатқан баспанасын сатып алуға мүмкіндік беру мәселесін қарастыруды қайта сұраймын. Және де пайыздық мөлшерлемесі де 5%-тен аспауы тиіс. Немесе жалдамалы пәтерде тұру мерзімін тағы да бір мәрте ұзарту керек деп есептеймін. Себебі бұл республикалық маңызы бар қалалар, әсіресе сол Алматы, Астана, Шымкент қалаларында үйдің бастапқы жарнасын жинау өте қиын. Жауапты заңнамада белгіленген мерзімде жазбаша ұсынуыңызды сұраймын. Рахмет. Депутат Жайымбетов, Мархабат Жайымбетұлы. Рахмет, Альберт Павлович, премьер-министрдің бірінші орынбасары. Рахмет, Альберт Павлович, премьер-министрдің бірінші орынбасары іске арналады. Құрметті Роман Васильевич, президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында геологиялық барлау көлемін 2,2 миллион шаршы шақырымға дейін жеткізу міндетін жүктеді. Елде геологиялық барлау жұмыстарына инвестиция тарту көздері мен қаржы бөлу жұмыстары өз деңгейінде емес. Біз келешекті кемелдесек, геологиялық зерделеу жұмыстары үлкен сілкіністі қажет етіп тұр. Қазақстан сирек кездесетін металлдарды игеру бойынша Еуропа және ақш мемлекеттері арасында бірнеше келісімшарт жасады. Өздеріңізге мәлім, Қызылорда облысы жаңа әлеуетті инвестиция тартуға болатын қатты пайдалы қазбалардың қорларының басты көздерінің бірі. Аймақта өткен ғасырдың 40-60 жылдардан бері пайдалы қазбаларға ауқымды геологиялық зерттеулер мен барлау жұмыстары жүргізілмеген. Көршілес Қарағанды облысында қатты пайдалы қазбалардың 109 кен орны игерілсе, Қызылорда облысында тек 2 кен жұмыс жасап тұр. Ал Арал ауданында литий бойынша әлеуетті кен орындары бар. Жоғарыда аталған келісімдердің жалғасы ретінде
ресми құжаттармен расталған. Сондықтан Арал ауданында орналасқан лити кен орындарының қоры туралы ақпараттық база рәсімделу қажет деп есептейміз. Сонымен қатар, Қызылорда облысының әлеуметтік экономикалық дамуының 19-22 жылдарға арналған кешенді жоспарында Шу, Сарысу, Сырдария және Арал бассейндерінде республикалық бюджет қаражаты есебінен зерттеу жұмыстарын жүргізу көзделген. 22 жылы Шу, Сарысу бассейнді жұмыстары аяқталып, Арал бассейні бойынша геологиялық, геофизикалық зерттеулер басталды. Ал Сырдария бассейні зерттеу жұмыстары 26 жылға жоспарланған. Аталған жұмыстар Қызылорда облысының экономикалық потенциалын арттырып, халқымызды сапалы жұмыстармен қамтамасыз етудің бір бағыты. Осы айтылғандарды негізге алып, геология саласының өркендеуін қолға алу бойынша аманат фракциясы келесі мәселелерді шешу қажет деп есептейді. Бірінші, аймақтардағы перспективалық учаскелерді зерттеу жұмыстарын жүргізуді жеделдету. Геологиялық барлау саласын дамытудың жоспарларын қоғаммен талқылап, оның ашықтығын қамтамасыз ету. Мұнай өндіру көлемінің жыл сайынғы төмендеуін ескере отырып, 24-25 жылдары Сырдария бассейнін зерттеуге республикалық бюджеттен қаражат бөлу мәселесін басымдылықпен шешу. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының депутаттары Жайымбетов, Ергешбаев. Депутат Нұртаза Самат Русланұлы. Рахмет, құрметті Альберт Павлович. Сұрағым Қазақстан Республикасы премьер-министріне. Құрметті Олжас Абайұлы. Қазақстан Республикасының қарулы күштері еліміздің ұлттық мүддесін сақтаудың, аумақтық тұтастығы мен егемендігінің қорғаудың кепілі. Мемлекеттің әскери қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы маңызды міндеттердің бірі білікті әскери мамандарды даярлау және жастардың бойына әскери патриоттық тәрбиені сіңіру болып табылады. Мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауларында қарулы күштер қатарын кәсіби тұрғыдан даярланған, отанына адал қызмет ететін офицер кадрларымен және әскери қызметшілермен жасақтау қажеттігін бірнеше мәрте атап өткен болатын. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасын орындау үшін Аманат партиясы Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің білім беру жүйесіне, техникалық базасының жай-күйіне, сондай-ақ педагогикалық құрамын даярлауға тұрақты негізде мониторинг жүргізіп келеді. Мониторинг барысында Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, армия генералы Сағадат Нұрмағамбетов атындағы әскери колледжде бірқатар проблемалық мәселелер анықталды. Құрметті Олжас Абайұлы, осыған байланысты сізден бірінші, Жас ұлан Шымкент Республикалық мектебін әскери колледж етіп өзгертуге республикалық бюджеттен қосымша қаржы бөлу мүмкіндігін қарастыруды. Екінші, әскери колледждер мен Жас ұлан республикалық мектептерінің пән мұғалімдері мен оқытушыларын өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы мен педагогикалық шеберлік орталығының филиалдарындағы біліктілікті арттыру курстарында өтеусіз негізде оқыту мүмкіндігін қарастыруды. Үшінші, әскери колледж кадеттерінің аралас жұмыс біліктілігін алу мәселесін пысықтауды. Және төртінші, Сағадат Нұрмағамбетов атындағы әскери колледждің екінші кезектегі объектілерін салу үшін жер учаскелерін алуға ақшалай қаражат іздестіру, бұрыннан бар ғимараттар мен құрылыс жайларға жер учаскесін рәсімдеу және колледжге тиесілі жер учаскесінде тұрғын үй кешенін салуға жол бермеу мәселелерін жеделдетіп шешуді сұраймын. Жауапты жазбаша түрде заңнама белгіленген мерзімде беруіңізді сұраймын. Құрметпен депутаттар Құспан, Сарым, Саурықов, Нұрымова, Керімбек, Рожин, Құспеков және Нұртаза. Құрметті әріптестер, поскольку больше депутатских вопросов нет, то пленарное заседание Мажилиса парламента Республики Казахстан объявляется закрытым. Благодарю за плодотворную работу. Рахмет Сабунздар.